Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Өткен жылы Қазығұрт ауданында демеушілер есебінен 7 отбасы баспаналы болып, 4 шәкірт тегін оқу мүмкіндігіне ие болған. Одан бөлек былтыр ауданда туған жер жобасы аясында құны 578 миллион теңгені құрайтын 30 жоба жүзеге асқан. Оның барлығы елдегі болашаққа бағдар, рухани жаңғыру бағдарламасы аясында орындалған. Ұрпақты ұлтжандылыққа баулайтын бағдарлама биылда жалғасады. Ол туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихаты кезінде айтылды. Өткен жылы болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру үшін ауданда 4 кіші бағдарлама құрылған. Мәселен, тәрбие және білім кіші бағдарламасы бойынша мектеп оқушыларының мәселесіне назар аударылған. Сол бойынша былтыр 538 іс-шара ұйымдастырылды. Нәтижесінде жастардың бос уақытын тиімді пайдалануға жағдай жасалып, 200 оқушыға тегін мектеп формасы берілді. Тәрбие және білім жобасы аясында Қазығұрт ауылынан балалар жаттығатын алаң ашылып, онда бүгінде жасөспірімдер арасында дзюдо, самбо, қазақша күрестерінен сайыстар өткізілуде. Сонымен қатар ауданның 90 жылдық мерейтойына орай барлық ауыл округтерде мәдени және спорттық бұқаралық іс-шаралар өткізілді. Ал атамекен кіші бағдарламасы аясында ауданнан шыққан азаматтар өзі туған жердің түтінін түзу етуге жұмылдырылған. Нәтижесінде сондағы демеушілер есебінен көптеген спорт алаңшалары ашылып, ауылдардың кіреберіс қақпалары орнатылған. Аудан орталығынан сонымен қатар және барлық 13 ауыл округтерінде демеушілер есептерінен стрит воркаут көше спорт құрылғылары және Синохайдра компаниясының демеушілігімен Шарапқан ауыл округінен бір стандартқа сай кіші футбол алаңы, Арт құрылыс компаниясының демеушілігімен Сабыр Рахимов ауыл округінен стандартқа сай бір кіші футбол алаңы мен біріктірілген баскетбол, волейбол алаңдары пайдалануға берілді. Ал рухани қазына кіші бағдарламасы аясында аудандағы мәдени және рухани ахуалды реттеуге көңіл бөлінсе, ақпарат толқыны бағдарламасы бойынша арнайы материалдар әзірленіп, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жарияланған. Түркістан қаласынан Мақсұт Жарылқасын, Рулан Рүстемов, Мұхан Мұратұлы, Тұран Ньюс.